Ассалаумағалейкум. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз енді рынктегі позициялар еді мысалы деген. Бұл рынктегі кіретін, әркімнің стилі әртүрлі, біреулер инвестор болса долгосрокқа кіреді, біреулер средний срокпен жасағысы келеді, біреулер вообще скальпингпен жасағысы келеді деген сияқты түрлері бар. Үш түрі бар деген сияқты, үштен артық түрлері жоқ. Бұл енді адамның өзінің қалыптасқан стиліне байланысты. Бұл рынкқа келгеннен кейін біз кім екенімізді, өз маскамызды өзіміз шешеміз. Біреулер бар, долгосрок жақсы көреді, олар сабырлы адамдар, немесе қалталы адамдар деген сияқты нәрсе, ақшасы көп деген сияқты, арты ақшасын салып қойып, потом күтетін деген сияқты нәрсе. Біреулер бар, средний срок, мен орташа дейді, ол ортаңғы мінезде жүрген адамдар. Үшіншілер бар, олардың ыж-пыж, быж-тыж деген адамдар, олар тездікті жақсы көреді. Бұлардың тездікті соншалықты жақсы көреді. Сол күні кіріп, бір күннің ішіне 20, 30, 40 позиция ашып жауып, сосын пайдаға шығып, сонымен жауып тастағысы келеді. Бірақ ол көпшілігінде мүмкін емес нәрсе. Өйткені біздер не істейміз, көп жасай берген сайын жарты күнге жетпей, уже не істейміз, біз тилтке түсіп кетеміз, тилтте тұтқанымыз жаңағындай адам бәрі бірлікке салады. Уже мен тауып жатырмын, бұл уже рабочий сияқты нәрсе жоқ. Әр сессия әртүрлі болғаннан кейін, бір сессия сені лақтырады. Сенің именно алгоритм жасамай қалады. Сол себептен біздер не істейміз, өзіміздің стиліміз табамыз, өзіміздің уақытымыз табамыз, сосын барып біз рынкқа кірісеміз. Енді свинг тұтқан нәрсе бізде долгосрок тұтқан нәрсе ол. Долгосрок тұтқан нәрсе бізге шама келгенше астың бағадан алып, жоғарғы бағаға дейін до конца ұстау, жоғарғы хайға дейін ұстау. Бұл үлкен таймфреймді аласыз да, лоу бұзылғаннан кейін, бұзылып қайттан үстіне кіріп, жаңағыдай типа ложн деп айтылған сияқты сабақтарда айтылды ғой, ложн деген сияқты нәрсені жасап болғаннан кейін, жаңа вынысынан кейін біздер не істейміз, закрепление күтеміз да, кіріп алсақ, определенный өзінің деңгейге бір стопын қойып, немесе стоп қоймай ақшаңыз болатын болса. Екінші, хайды обновить еткенге дейін ұстау, болмаса оның бір дағды ортасындағы деңгейге дейін ұстау, оның бір өзінің проценттері ұстайтын, сол проценттерге дейін ұстап, и артынан стопыңды жылжытып қойып отыру, ол сенің swing позицияң, ол долгосрок, ол долгосрок тұтқанымыз аптадан жоғары. Аптадан уже айға өтеді, айдан жылға өтіп кете береді. Ол уже swing дейді, оны долгосрок дейді ол нәрсені. Ал енді келесісі, ол средний срок. Ол средний срок тұтқанымыз, ол дневной торговля. Ол аптаға дейін біз күн бойы жетеді, бірінші күн, екінші күн, үшінші күн деп. Сол себептен средний срокқа жатқанымыз оның. Средний срок тұтқанымыз бір аптаға дейінгі ұстайтын позицияң, оның бәрі средний срокқа жатады. Ал енді скальпинг тұтқанымыз. Скальпинг ол секундтан бастайды. Секундтан бастап, сол бір күннің ішінде болатын нәрсеңіз сіздің скальпинг деп айтылады. Бір күнде мысалы сіз деген алтынның бізде 3200 деген бағадан біз егерде 3190-ға примерно түскіміз келетін болса, осы екінің арасында болған оқиға егерде $10 ол түсіп болмаса, 3200-ден 3190-ға түсіп болмаса, ол бір күнге созылып кетсе, даже бір күндік $10 жүріс болмаған жағдайдың өзінде, бір күннің ішінде, может праздникке байланысты, может басқа нәрсеге байланысты жүрмей қалған өзінде, ол уже дневной торговляға жатпайды ол нәрсе. Ол скальпинг жатады, өйткені арасына цена маңызды. Біздер скальпингтің ішінде бір минуттың ішінде болған оқиғаның ішінде, мысалы біз $5-6 ұстай аламыз, мысалы, ол свечаның өзінің күшіне байланысты, объемына байланысты болады. Сол себептен ол тез уақыттың ішінде кіріп шықсаң да, арасында долларын есептейміз біздер деген. Болмаса сол долларымыз арасында пока ол бір күннің ішінде түсетін болса да, болмаса 2 сағат түсетін болса да, ол скальпингке жатқызамыз ол нәрсені. Өйткені арасындағы бізде долларымыз аз. Сол үшін біз не істейміз, оны скальпинг деп атаймыз. Бұл енді алтын үшін $10 жүріп тұрса, ол ештеңе емес. Bir күннің ішінде ол $100 жүріп тұрса отқан нәрсе. Енді келесі тақырыбымыз біздің хеджиринг дейді. Хеджиринг тұтқанымыз ол былайша айтқанда замок деген нәрсе. Мысалы, егерде оның түрлері бар да. Егерде біз тек қана лонг позициясын ашатын болсақ, тек қана лонгқа ашатын болсақ, позициямызды ашқан бағадан тағы төмен қарай түсіп кетті, керекті бір деңгейге шейін барды. Керекті деңгейге келген кезде біз не істейміз? Усреднение жасаймыз. Дополнительно қосамыз ақшамызды, то что бұл ақша лонгқа кететінін түсінгеннен кейін бір қапталға қарай қосамыз, ол усреднение деген нәрсе ол. Тоже ақша қосу, сенің позицияңнан бөлек тағы да позиция ашу. Бұл форекс саласында болсын, акция саласында болсын, ал крипто саласында да болсын бұл нәрсе. Оның настройкасына байланысты әр брокердің, болмаса әр беретін платформаның. Ал енді келесісі бізде екіншісі, бұл опционға қолданады ол нәрсені. И бинарный опцион деген нәрсе бар, қазір ол енді таза лохотрон, бірақ сол бір графиксіне жүріп жатқан, бірақ брокер ол графикті өзгерте алады. 3-4 минутын жібермей қалады, көрсетпей қалады, санасын апармай қалады сияқты нәрсе болады.
Соған байланысты бинарный опцион мен кәдімгі простой опционда қолданатын нәрсе, ол да дәл сондай нәрсе, бір қапталға қарашамыз, или лонгқа, или шортқа қарай, бірақ ода экспирация болған себептен оны біздер не деп атаймыз, мартингейл деп атады нәрсені деген. Ол сол уақыттың ішінде, мысалы біз қазір төменгі бағаға кіріп қойдық, бірақ 1 минуттың ішінде ол бізге түсіп беретін болса, ол бізден пайдаға шығарады. 1 минуттың ішінде ол түспей қалса, біз не істейміз? Убытқа кетеміз, толық ақшамыз соламаймыз. Экспирация барларда да олар мартингейл деп атады ол нәрсені. Ол да тоже самый жаңа усреднение сияқты, мысалы біз кірдік, ол өсіп кетті, біз тағы да кіретін болсақ үстінен деген. Ол мартингейл деп атады. Неге? Ол экспирация болған себептен. Бұл тек термин атаулары тек қана бұның. Бірақ бәрібір сол усреднение. Енді үшіншісі бізге келетін вариант бұл хеджирование деген нәрсе. Хеджирование деген нәрсе біздер бір позицияны осы деңгейде лонгқа ашамыз. Ол цена не істейді? Сәл төменге түсті, біз шортқа ашамыз тағы да. Осы нәрсе хеджирование деп атады ол нәрсені деген. Екі жаққа ашып тастау. Бірде объеммен болсын, бірде объемсыз болсын, бір қапталамыз, екі жаққа ашып тастау. Мысалы, біреуін артық ашып алдың, екіншісін ашып қалған кезде анализ дұрыс болмады, бірақ ол сен жабайын десең уже минуста, жақсы минуста, сен двойной лотпен, дәл сондай лотпен ақшаңды депозитін ұстап қалу үшін, тағы да бір стратегияның түрлеріне байланысты біз хеджировать етеміз, астына қарай ашамыз дополнительный. Оны хеджировать, бұл екі жаққа бірде ашып тастау. Былай енді орысша айтқанда бұл замок деген нәрсе. Енді оған кеңес бермейміз замок деген нәрсеге, бірақ қазір көпшілік сондай бір дамып кеткен ба, или там сондай информациялар жинап алған ба, тоже самый. Банктердің өздері, крупный игроктардың өздері хеджирование жасайды дейді. Бұл хеджирование жасайды дейді. Әрине олар жасайды, оларда бітпейтін ақшалар бар, оларда түсіп тұрған ақшалар бар. Сол себептен бұлар хеджирование жасағанда бұлар ешқандай убытқа кетпейді. Олар бір қапталмасы екінші қапталының позициялардан не істейді, пайдасын алып, целдерін орындап жүре беретін нәрсе болғаннан кейін оларға выгодно екі жаққа ашып тастау. Ал біздерге бұл нәрсе не выгодно, өйткені біз қай деңгейде, қашан, қандай уақытта қайтатынын оны біз білмейміз. Біздер тек қана өзіміздің жасап отқан объемымызға, болмаса көріп отқан ценамызға, болмаса кешегі болған оқиғаға қарап отырып, сол арқылы біз не істейміз, анализ жасайтын болған соң біз бір қапталға қарай жұмыс істегенде жақсы көреміз негізі. Ол да жақсырақ болады бір қапталға жұмыс істеу. Атау осы усреднение, мартингейл, хеджирование деген нәрселер осылар.